Саламатсыздар ма? Сіздерге срочно 1 миллион теңгеге дейін несие қажет болып жатса, кредит наличныймы дегенді басасыз. Сумма кредита деген жерге, егер сізге 300 мыңға дейінгі сомада қажет болса, мысалы 300 мың қажет болса, есептеп көрейік. Қанша переплата болады екен? Айына сізге 19.425 теңге төлейсіз деп шығып тұр. Енді осы 300 мыңнан жоғары сомада, мысалы 300 мың емес, 301 мың жазыңыз сіз. Себебі, міне 19.311 теңге төлейсіз ай сайын. Жана 300 мыңға 19.425 теңге төледіңіз, е? Енді сіз 300 мың керек болса 301 мың деп теріңіз. Себебі процентный ставкасы 300 мыңнан жоғары, кішкене төмендеп береді екен. Тыңдағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Жақсы жаңалықтармен бөлісіп отырамын.